біз 9 сынып Қазақстан тарих пәні бойынша 2-ші тоқсандағы 90-дық жиынтық бағалауға арналған тапсырмалары талдап орындайтын боламыз. Жалпы 5 тапсырмадан тұрады. Бөлім мұнда Қазақстан тоқырау кезеңінде 1965-85 жылдар аралығында, кеңестік Қазақстан мәдениеті 1946-85 жылдар аралығында. Тексерілген мақсат көрініп тұр. Орындау уақыт минуты бізді 45 минут ішінде 30 балл шәкіл жинауымыз қажет етеді, құрметті оқушылар. Бірінші тапсырма төменде берілген сұрақтарға жауап береміз. Екінші тапсырмада берілген сурет негізді сұрақтарға жауап береміз. Үшінші тапсырмада қоғамдық саяси қайраткерлерді анықтап, олардың ұлттық мүддені қорғау рөлін баға беретін боламыз. Төртінші тапсырмада тоқырау жылдарындағы демографиялық өзгерістің себеп салдарын байланысын талдаймыз. Бесінші тапсырмада кеңестік әдебиет туралы берілген кестені толтыратын боламыз. Онда өз жұмысымызды бастайық, құрметті оқушылар. Бірінші сұрақтың жауабы: бұл кезеңде социалистік бағдарламадағы мемлекеттер арасында жетекші рөл атқарып келген кеңес одағының ықпалы бұрынғыға қарағанда солғындады. Жыл өткен сайын ККП-ның халықаралық аренадағы беделі түсіп, дүниежүзілік арандатушы фактор кейпінде көріне бастады. Қоғамдық әлеуметтік даму барысында тоқырау белгілері айқынырақ біліне бастағандықтан, КСРО-ның ең жақын деген мемлекеттерде социализмнің кеңестік жолынан бас тартуға бейім күштер байқалды. 70 жылдардың бас кезінде жаңашыл үдерістің едәуір әлсіреуі мен қоғамдық құрылыс принциптері мен формаларын тоқырауға ұшыраумен ерекшеленеді. Жағымды әсері: 170-тен астам кәсіпорын мен цех, оның ішінде Лисаков кен байыту комбинаты, Шерубай Нұра шахтасы, Талдықорған аккумулятор зауыты, бірқатар жеңіл және тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары бой көтерді. Павлодар облысында екібастұз отын энергетика кешенінің, Ертіште Шүлбі станциясының құрылысы басталды. Трактор және ауыл шаруашылық машиналары жасалды. Мал шаруашылығы мен жем өндіру машиналары шығару салалары қарқынмен дамыды. Жағымсыз әсері: КСРО-да ғылыми-техникалық революция рухында түбегейлі өзгерістер жүргізу қажеттігі сөз жүзінде мойындалғанмен, іс жүзінде бұрынғы басқару әдістерін қолдану жалғастыра берді. Ғылыми-техникалық прогресті тұсауламай тұра алмаған мемлекеттік монополистік меншік экономикасының тиімді дамуына мүмкіндік бермеді. Сондықтан өндірістік бірлестіктер құру ісі ғылыми-техникалық саясатта монополиялық бет-бағыттарының пайда болуына әкеліп тіреді. Екінші тапсырманың жауабы: бұл Сталинград оқиғасы, құрметті оқушылар. Мұнда автономиялық облыста Ақмола, Павлодар, Қарағанды және Көкшетау облыстарында біраз аудандарда беріліп, Ерейментау қаласы орталық болып белгіленген болатын. Тарих оқиған болған оқиға 1979 жылы 16-19 маусым. Бұнда Сталинград оқиғасын 1979 жылы 31 мамырда ККП-ның неміс автономиялық облысы туралы қаулы қабылдаған болатын. Сонда неміс автономиясында Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Көкшетау облысының бірқатар ауданында осының құру жөніндегі комитет басшысы Коркин тағайындалды. Осыған наразылық еткен жастар алаңға шығып, 1979 16 маусымда бірінші митинг болса, екінші митинг 1979 жылы 19 маусым екінші митинг өткен кезде Абылайхан Жылмұхамбетов пен партия облысының комитетінің бірінші хатшысы Николай Морозов шығып, ешқандай автономия болмайтынына сендірді. КСРО аумағында неміс автономия құрылмайтын болды. Міне біздің жастардың үлкен ерлік көрсетті, құрметті оқушылар. Үшінші тапсырмада бұл бірінші анықтайтын болса, бірінші тұлға бұл әрине Дінмұхамед Қонаев. 1960 жылдары бір ауыздан ККП бірінші хатшысы болып сайланды. 7 жылдық ішінде Қазақстан экономикасында 2 еселенді, ал өнеркәсібінің Қазақстан құрылғаннан бергі барлық жылдармен салыстырғанда көп берді. Қазақстан экономикасы 7 есе өсті. Мыңдаған елді мекен, 68 жұмысы поселкесі, 43 қала салынды. Қазақтың дарынды тұлғаларын өз қамқорлығына алып, шығармашылық өсуіне ықпал жасады. Сүлейменовтің Азия атты зерттеуінің философиялық мәнін түсініп, оны орталықтың жағасынан арашалады. Өнері тоталитаризм идеологиясын қорғай білді. Екінші тұлға Тәшенов. Бұл Тәшенов ағамыз Маңғыстауды Түркменстан қосу жөніндегі ұсынысқа, тың өлкеде біріктірілген солтүстік облыстарда Ресейге, оңтүстік Қазақстан мақта егетін аудандар Өзбекстанға беруге, қазақ жерінде ядролық жарылыс жасауға қарсы болды. Үлкен іс жасады, үлкен ерлік жасады, құрметті оқушылар. Үшінші тұлға Шайхметов. Бұл Шайхметовті қазақ еліне керемет ерліктері бар. Оның ішінде осында қиын қыстау заманында ұлттың болашақ жолында халқын ұлттығына қызмет етіп, сол үшін орталықтан қыран ілгіп, ауыр жағдайда бастан өткерді, құрметті оқушылар.
Келесі төртінші тапсырмада тоқырау жылдарында Қазақстан халықтарының достығының зертханасы деп аталу себебін түсіндіріңіз. 60 жылдарда Қазақстанда 100-ге жуық этнос өмір сүрді. КСРО-дан жүргізілген интернационалдау саясаты Қазақстанда елеулі өзгеріске ұшырағанымен нақты жүзеге асырыла бастады. 50-70 жылдар орын алған көші-қон ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар құрылысымен байланысты болды. Олар бүкіл одақтық құрылыстар болып жарияланды. Одақтың түкпір-түкпірінен Қазақстанның өнеркәсіп құрылысына жұмысшылар ағылып келіп жатты. Тоқырау жылдарында көші-қон саясатының Қазақстанға келген салдарынан аграрлық көші-қон және тыңайған жерлерді игеру кезінде артты. Бұл кезеңде тың өлкесінен 2 миллион астам алғашқы тың игеруші келді. Мұндай көші-қондар республика байырғы қазақ халқының меншігін үлесін азайтуға отырып, халықтың этникалық құрамына әсер етті. 1968 жылдан бастап көші-қон ағындары азайды, бірақ көшіп келген халық салыстырмалы түрде жоғарғы табиғи өсім есебін көбейіп жалғастырды. Және Қазақстанда урбандану процесінің себептерін жазыңыз. Кеңестік уақытта Қазақстанда қалалар санының өсуі өнеркәсіптік даму әсерімен жүрді. Олардың ішінде табиғи ресурстарды игеруді, көліктік инфрақұрылымның дамуын атап көрсетуге болады. Алдында және урбандалу себептері көрініп тұр, құрметті оқушылар. Және 5-ші тапсырма бойынша кеңестік әдебиет туралы берілген кестені толтырамыз. Бұл әрине бір Бауыржан Момышұлы, ол генерал Панфилов еңбегі кітабы. Бұл Ұлы Отан соғысының оқиғаларын аралаған, әлем халықтарының бірнеше тіліне аударылды. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» еңбегі, бұл да арал балқашыларының өмірі туралы баяндаған. Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» кітабы, бұнда трилогияда 15 ғасырдағы ортасында дейінгі қазақ тарихы суреттелді. Және Олжас Сүлейменовтің «Адамға табын жер енді» еңбегінде бұнда Юрий Гагариннің ғарышқа ұшу құрметіне арналған өлең болатын. Міне, құрметті оқушылар, біз бәрін талдап болдық. Қандай сұрақтар болса жазыңыздар, мен әр уақытта жауап беруге дайынмын. Алдыда тұрған сынақтарға сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше аман есен